Армысыздар, қадірмен тыңдарман. Бүгінгі подкастымыз ерекше тұлға, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының «Ұшқан аяқ» кітабына арналады. Қонағымыз Балгөзин Диназ. Диназ, қош келдің. Қош көрдік. Бұл кітап жай ғана мемуар емес, бүтін бір ұлттың болмысы мен тәрбие мектебі десек болады. Диназ, осы кітап тарихы да қызық қой. Баукең соғысы аман оралып бейбіт күнде өткенін еске алады. Жалпы кітап не туралы? Бұл шығарма автордың балалық шағы мен азамат болып қалыптасу кезеңін суреттейтін автобиографиялық роман. Оқиға Жамбыл облысы Жуалы өңірінде Мыңбұлақ баурайында өткен. Бауыржанның атасы Имаш, әжесі Қызтумас және әкесі Момыштың тәрбиесі осы туындының алтын арқауы десек те болады. Тұтқабай Иманбеков қазақшаға керемет аударғандықтан тілі өте шұрайлы. Осы кітаптың басты идеясы неде? Сеніңше шығарманың ең әсерлі сәті қайсысы? Кітаптың негізгі идеясы ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің. Яғни адамның тұлға болып қалыптасуына отбасы тәрбиесі мен өскен ортасы үлкен әсерін тигізеді. Бауыржан Момышұлы өз бойындағы батырлық пен қайсарлықтың негізгі соғыста емес, бала кезіндегі отбасылық тәрбиеден басталғанын көрсетеді. Осы маған кітапта әсер еткен жерді ертегілері мен атасының батасы қатты әсерін тигізді. Автор әкесі Момышты жан-жақты әділ адам ретінде сипаттады. Шығармада көш, шілдехана, ас беру суреттелген. Осы шығармада оқу отырып өзің қандай түйін жасадың? Және автор бізге не айтқысы келді деп ойлайсың? Бұл кітаптан түйгенім адамның тұлға болып қалыптасуы кездейсоқ емес. Бұның бәрі бала тәрбиесінен басталады. Бауыржанның тәртібі мен қайсарлығы бала кезіндегі отбасы мен ортаның әсер еткендігінен. Автор оқырмандарды өз тегін, тарихын құрметтеуге шақырады және қазақтың салт дәстүрі ұлтты сақтайтын рухани күш екенін көрсетеді. Өте орынды айттың, бірақ қазір гаджетті заманында бұл құндылықтар ұмытылып бара жатқан жоқ па? Өзің өмірмен байланысты аласың ба? Өкінішке орай қаупі өте көп. Бірақ менің ойымша құндылықтардың форматы өзгергенімен оның маңызы жойылған жоқ. Гаджет бұл тек қана құрал. Мәселе сол құралдың ішінде не бар екенінде. Бірақ ешқандай технология әженің жылуын, атаның қаталды әділ көзқарасын алмастыра алмайды. Бүгінгі қоғамда отбасылық тәрбие асқағып жатқанда бұл мәселе қоғамда басты назардан түспейді. Бұл кітап тек өткен күннің елесі емес, болашақ ұрпаққа арналған тәрбие құралы десек те болады. Өте орынды айттың. Енді тақырыбымызды қорытындылай келсек. Қорыта айтқанда, ұшқан ая тек батырдың балалық шағы емес, әрқайсымыздың рухани тамырымыз. Қазіргі технология заманында да адамды тұлға ететін ол отбасы тәрбиесі. Сондықтан ұямыз мықты, тәрбиеміз дұрыс болсын. Рахмет, Диназ. Құрметті көрермен, Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ая» кітабы әр қазағымыздың төрінде тұруы керек. «Ұшқан аяны» міндетті түрде оқып көруге біз ұсынамыз сіздерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.